Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Шарипова Амина Бекболатқызы, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті жанындағы көпсалалы колледжінің тарих пәні оқытушысымын. Қазақстан тарихы пәнінен өтетін бүгінгі күннің тақырыбы тас дәуіріндегі Қазақстан. Сабағымыздың мақсаты студенттердің тас ғасырын дәуірлерге бөлу, адамның пайда болуы және оның даму эволюциясы, алғашқы адамдардың еңбек құралдары туралы білімдерін тереңдету. Күтілетін нәтиже: студенттер ежелгі Қазақстанның тарихи кезеңдерімен және хронологиялық шеңберімен танысады, алғашқы адамдардың ұжымдасуын, олардың еңбек түрлерін анықтайды, ежелгі адамдардың кәсібін сипаттайды, тас дәуірінің археологиялық ескерткіштерін кезеңдер бойынша ажыратады. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымызда біз жер бетінде аса ұзаққа созылған алғашқы тарихи кезең тас дәуірі жөнінде кең мағлұмат ала отырып, тас дәуірінің кезеңдерге бөлінуін, Қазақстан аумағында өмір сүрген ежелгі адамдардың тұрақтары туралы және сол жерлерден табылған тас құралдардың ерекшеліктері туралы мәселелерді қарастырып өтеміз. Адамзаттың алғашқы еңбек құралдары тастан жасалған, сондықтан да аса ұзаққа созылған алғашқы тарихи кезең тас дәуірі деп аталды. Тас дәуірі адамзат тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі. Бұл кезеңде адамның дамуы, икемі мен мінез-құлқы, тас еңбек құралдарының жетілуі қалыптасты. Еңбек құралдарын, тас өңдеу әдістері мен бұйымдарын жетілуін зерттеген археологтар тас дәуірін үш кезеңге бөледі: палеолит, мезолит және неолит. Хронологиялық шеңбері: палеолит ежелгі тас дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 2,16 миллион 12 мыңжылдықты қамтыды. Мезолит орта тас дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 12-5 мыңжылдықтарды. Неолит жаңа тас дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 5-3 мыңжылдықтарды қамтыды. Тас дәуірі мен қола дәуірі арасындағы өтпелі кезең энеолит, мысты тас дәуірі деп аталды. Ол 3000-1800 жылдарды қамтыды. Өз кезегінде палеолит үш кезеңге: ерте палеолит, орта палеолит және кейінгі палеолит болып бөлінді. Ерте палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 2,16 миллион 140 мыңжылдықты, орта палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 140 мыңжылдықтарды, кейінгі палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 40-12 мыңжылдықтарды қамтыды. Бүгінгі таңда Қазақстан жері Еуразия құрлығындағы палеолит мәдениеті таралған орталықтың бірі болып саналады. Ғалымдардың пікірі бойынша Қазақстанға ежелгі адамдар шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 1 миллион жыл бұрын Еуропа мен Азиядан келіп қоныстанған. Олар өмір сүрген уақыты жағынан алып қарағанда Питекантроптың замандастары еді. Мұны Қазақстанның оңтүстігіндегі Қаратау жотасы мен Арыстанды өзенінің бойынан табылған сол заманғы еңбек құралдары дәлелдейді. 1958 жылы белгілі археолог Хасен Алпысбаев Тарас маңындағы Қаратау жотасынан тас ғасыры адамының көптеген тұрақтарын тапты. Олардың ең бастылары ерте палеолиттік бөрі қазған және тәңір қазған тұрақтары. Ерте палеолит адамдары қатты тастар мен жұмсағырақ тастарды өңдеген. Олар көп жағдайда өзендегі жұмыр тастарды пайдаланғандықтан мұндай тас өңдеу әдісі жұмыр тас мәдениеті деп аталған. Сонымен бірге еңбек құралдарын жасауда отқа қыздырған кезде жүзі өткірленетін қасиеті бар әрі өңдеуге қолайлы шақпақ тас, кварцит, обсидиан, тақтатас пайдаланылған. Ежелгі адамдар Қаратау жотасының тас қалқасындағы қолдан жасалған тас үңгірлерді паналап, жаңбырдан және жыртқыш аңдардан қорғанған. Алғашқы адамдар еңбек құралдарын жасау үшін қолға ұстауға ыңғайлы тастарды таңдап алды. Тас дәуірінде төмендегідей еңбек құралдары кеңінен пайдаланылды. Чоппер тасты жарып, бөлшектеп, жүзі өткірлерін пайдаланды. Чоплинг
домалақ малта тасты екі жағынан егеген, жүзі өткір, ирек ара секілді құрал, пышақ тәрізді кескіштер, үшбұрышты қалақша тәріздес өлтірілген жануарлардың терісін сыпыратын құрал. Ине мен біз үшкір сүйектен жасалған. Осы әдіспен адам бірте-бірте тастан пышақ, найзаның ұшын, бұрғы, қашау, балға, кескіш жасады. Жұмыртас екі жағы бүйірі қырналған құрал. Олардан қырғыш, тілгіш сияқты еңбек құралдары жасалған. Бифас екі жағынан да өңделген қарапайым шапқыш тас құрал. Ежелгі адамдардың алғашқы қоғамдық ұйымдасуы тобыр деп аталды. Алғашқы қауым адамы тобыр болып жабайы өсетін дәндерді, жеміс-жидектерді жинап, ірі аңдарды аулаған. Осыдан 100 000 жыл бұрын жер бетін мұз басып, климаттық өзгерістер орын алды. Орта тас дәуірі мезолитте Қазақстанда келесідей өзгерістер орын алды. Мұздар еріп, қазіргі заманғы табиғи климат, фауна мен флора қалыптасты. Ірі жан-жануарлар құрып бітті. Үсақ-аңдардың таралуына байланысты жебелі садақ, бумеранг, қақпан мен тұзақ пайда болды. Өзен-көлдердің арналары кеңейіп, балық аулау пайда болды. Алғашқы адамдардың шаруашылығында бірқатар өзгерістер орын алып, мал шаруашылығы мен егіншіліктің алғашқы белгілері пайда бола бастады. Тас өңдеудің жетілуі жүзеге асты. Жаңа тас дәуірі неолит тас өңдеу технологиясының жоғары дамыған кезеңі. Бұл кезеңде тас өңдеудің технологиялық әдістері жетіліп, жоғары дәрежеге жетті. Саз балшықты күйдіру арқылы қыш ыдыстар жасалды. Жабайы аңдарды қолға үйрете бастады. Өндіруші шаруашылық пайда болып, алғашқы адамдар термішіліктен егіншілікке, аңшылықтан мал шаруашылығына көшті. Кен өндірісінің негізгі белгілері пайда болды. Тақырып аясында алынған теориялық білімді игеру үшін студенттер келесідей тапсырмаларды орындасаңыздар. Бірінші тапсырмада тас дәуірінің кезеңделуі бойынша кестені толтырасыздар. Екінші тапсырмада берілген картада тас дәуірі ескерткіштерінің атауы мен орналасқан жерлері көрсетілген. Сіздер тұрақтардың қай дәуірге жататындығын анықтауларыңыз қажет. Үшінші тапсырмада төменде берілген ұғымдарды тиісті қатардың біріне орналастырасыздар. Тақырып бойынша алған білімді бүгін сабақта үйрендім, бүгінгі сабақта білдім, бүгінгі сабақтан кейін білуім керек деген кері байланыс жасаймыз. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.